майонезсіз салаттар жиынтығы. Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді осындай майонезсіз жасалған салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны өткізбей мұқият қараңыздар және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге піскен тауықтың осындай ысталған еті қажет болады. Бұндай ысталған етті таппасаңыздар, кәдімгі тауықтың етін суға қайнатып пісіріп алуға болады, бірақ осындай ысталған етпен жасасаңыз дәмдірек болады. Соломка етіп, ірі етіп турап салдым. Келесі кезекте қиярымызды осылай керек емес бөлігін алып тастаймыз және де видеодағыдай ұзыншалап осындай соломка етіп турап дайындап аламыз. Барлық көкөністердің сыртқы бөлігін, қабығын тазартып жуып алыңыздар. Келесі кесек қызанақ. Қызанақты да дәл солай тең ортасынан бөлесіздер. Керек емес ортасындағы бөлігін алып тастайсыздар. Видеодағыдай жіңішке соломка тәріздес осылай барлығын турап аламыз. Сәбіздің сыртқы қабығын ашып тастап, видеодағыдай майда корейк ішінен өткіздім. Ірі көзінен өткізуге де болады. Осындай 2 данасын өткізіп алдым. Келесі кезекте гүлді орам жапырағымыз, яғни гүлді капустаны дайындаймыз. Бөліктерге бөліп алып, осындай ыстық қайнап тұрған суға саламыз және де лимонның жарты бөлігін согын шығарып салып, 5 минут, 4 минуттай қайнатасыздар. Суығаннан кейін видеодағыдай осылай ортасынан ажыратсаңыздар болады. Немесе ірі көлемде салуға да болады, ол өз еркіңізде. Келесі кезекте соусымызды дайындайтын боламыз. Бөлек бір ыдысымызға сұйық май салып алдым. 1 шай қасық кориандр және де 1 шай қасық паприка және де сәбіз салатқа арналған приправа салдым. Паприка барлық жаңағы магазинде бар. Дәміне қарай аздаған тұз және де сәл ащы болу үшін қызыл бұрыштан салдым. Енді осындай горчица салдым. Жарты шай қасық көлемінде. Сұйық түрін қолдануға да болады. Соя соусынан 2 шай қасық салдым. Осы кезде чеснокты үкіштен өткізіп, араластырып, осы соуспен бірге жасауға болады. Мен чеснокты соңынан қарай саламын, өйткені осы жерде ұмытып кетіппін. Соусты құйғаннан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Өте дәмді, күшті болып шығады. Тауықтың етімен тіпті тойымды холодильникке араластырып болғаннан соң жарты сағат, 1 сағат көлеміне бетін жауып қалдырсаңыздар, дәмдеуіштері бір-біріне сіңіп, өте күшті болып шығады. Жаңағы ұмытып кеткен сарымсақ, яғни чеснокты осылай майда күштен өткізіп салдым. Мен 3 тістесін, яғни 3 зубчик дейді, сондайын қолдандым. Көріп тұрғандарыңыздай салатымыз дайын болып қалды. Енді толықтай барлығын араластырып, тарелкеге салып, жарты сағаттан кейін қонақтарыңызға, дастарханға, отбасыңызға ұсына берсеңіздер болады. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий бөлімде өз пікіріңізді қалдырыңыз және төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр, соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңыздар. Осындай керемет салатты барлық адам жасап көрсін және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сочный әрі пайдалы бауырдан жасалған мына салатты сізде жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Ең бірінші сиырдың бауырын суға 30 минут қайнатып пісіріп аласыз. Видеодағыдай ірі көлемде соломка етіп турайсыз. Келесі кезекте балғын қиярымызды видеодағыдай ірі соломка етіп, оны да турап барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Помидордың осындай сыртқы бөлігін ғана турайсыз, ортаңғы бөлігін алып тастайсыз. Сосын пиязымызды осылай соломка етіп турадым. Болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Көк пиязды турап салып, үстінен тұз, паприка, сонымен қатар сәбіз салатқа арналған приправа және де сәбіздің өзін теркадан өткізіп осылай қосамыз. Ыстық сұйық майымызды құйып, ащы болсын десеңіз, аздап осындай қызыл бұрыш қосуға болады. Соя соусын қосып, салатымызды араластырып 30 минутқа қалдырамыз. Осымен біздің бауырдан жасалған салатымыз дайын болды. Тарелкелерге қойып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі енді керемет болады. Менің өзіме қатты ұнайды. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Әсемдік үшін бетіне осындай күнжіт сепсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Той жиындарда
қою тағамдармен, палаумен керемет желінетін осындай майонезсіз салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен парақшаға тіркеліп алыңыз. Ұзындау сәбізімізді алып теркадан өткіземіз. Ортаңғы өзегін алмайсыздар, оны басқа тамаққа қосып жүрсеңіздер болады. Сосын капустаның жұмсақ бөлігін алып, жіп-жіңішке етіп осылай мен сияқты турап алыңыздар. Сосын үстіне тұз саласыздар, жақсылап қолдың көмегімен езесіздер. Сол кезде осындай соғы бөлінеді. Келесі кезекте қиярымызды осылай салымқа етіп тураймыз, және де болгар бұршын тураймыз. Қып-қызыл алсаңыздар дәмді болады. Көк пиязды ірі-ірі етіп осылай турап барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Сонымен қатар салаттың жақсы дәм келтіретін чеснок осындай күштен өткізіп алдым. Паприка салдым, кориандр салдым, тұз және де сұйық ыстық майды құйып, осылай барлығын араластырамыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді салаттардың бірі. Сочный майонезсіз салаттың рецептімен бөлісемін. Көкөністердің барлығын алдын ала жуып тазартып аламыз. Қиярымызды видеодағыдай ұзынша үлкен етіп соломкалап тураймыз. Болгар бұрыштарын тазартып жуып аламыз. Бұл жерде мен қызыл және де жасыл түрін қолдандым. Және де видеодағыдай соломка етіп жіңішке етіп турап саласыздар. Қызанақ қажет болады. Қызанақтың керек емес бөліктерін алып тастап, оны үлкендеу осылай қиғашынан турап саласыздар. Және де салатқа жақсы дәм беретін пияз түрлерін қосамыз. Көк пияз, қызыл пияз және де чеснок қажет болады. Қызыл пияз жоқ болса, кәдімгі ақ пиязды қиғашына турап салып дайындап қойыңыздар. Тіпті пияз ұнамаса, бұндай кәдімгі пиязды қоспауға да болады. Барлығын бір ыдысқа жинаймыз, және де дәмдеушілерден тұз салдым, кориандр салдым, және де паприка саламыз. Және соя соусын құямыз. Бұл жерде соя соусы өте маңызды. Қою түрін алғандарыңыз дұрыс. Сол кезде жақсы дәм береді. Егер сұйық түрін алып қойсаңыздар, ол онша тәтті болмай қалады. Сосын үстіне қызып тұрған ыстық сұйық майды құйып, жақсылап араластырып, 15 минутқа қалдырамыз. Осымен салат дайын болды. Жасап көріңіз және парақшаға тіркеліп алыңыз.